Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Бүгін өте жеңіл әрі қолжетімді заттардан бірге салат жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Салатымыз өте дәмді болып шықты, әрі тойымды. Ол үшін бізге салат жапырағы, листья дейміз ғой, тұз, бұрыш, қалауларыңызша бұрыш қосасыздар. Мен бұрыш қосқан жақсы көрем. Қияр, айсберг капустасы, помидор, қызанақ және жұмыртқаны қостым. Айсбергімізді алып, жуып, ортасынан бөліп, ірі-ірі ғып, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап шықтым. Қолмен бөлсеңіздер де болады. Айсберг капустасы өте нәзік, сол себепті ірі-ірі етіп мен турап алдым. Үйде адам санына байланысты, болмаса шақырған қонақтарыңызға байланысты сіздер 2 есе ғып көбейтіп жасап берсеңіздер болады. Рецепті описанияға қалдырдым. Міне осылай турап аламыз айсбергімізді, ірі-ірі етіп. Содан соң қызанағымызды алып, ортасынан кесіп, ортасында өзегін алып тастаңыздар. Міндетті түрде қатты болады, өйткені осылай айшық етіп қызанақтарымызды турап шығамыз. Салатта әрине ірілеу қылып тураған әдемі көрінеді. Бұл салатымыз өте жеңіл, жасап көріңіздер. Міндетті түрде қызанағымызды турап болдық. Енді қиярларымызды турайтын боламыз. Қиярларымызды да дәл сол қызанағымыз сияқты формамен турасаңыздар, біркелкі болып, қатты ірі қылмай, орташа қылып турасаңыздар, тарелкаға салғанда салаттарыңыз әдемі көрінетін болады. Мен енді осылай кесіп шықтым. Өздеріңіз қалаған формада кесе берсеңіздер болады. Міне қиярларымызды турап болдық. Ыдысымызға саламыз. Енді листья жапырағы дейміз ғой, салат. Жапырағымызды жуып, суын кептіріп, түбін кесіп тастаймыз әрине. Жапырағымызды да әрлеу етіп турап аламыз. Қаласаңыздар, көп мөлшерде қоса берсеңіздер де болады. Енді үстіне бұрышымыз саламыз, тұзымыз саламыз. Менен қаймақ түспей қалған екен видеода. Не қаймақ қосып жатырмын. Қаласаңыздар, майонез қосып араластырсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Міне салатымыз дайын. Енді ыдысымызға тарелкамызды алып, мен осындай жапырақтармен әсемдеп қойдым. Енді онсыз да сала берсеңіздер әдемі шығады. Салатымызды толықтай салып, үстіне жұмыртқамызды әрі әсемдік үшін, әрі салаттың құрамы сол үшін ортасынан бөліп, бір жұмыртқамызды 4-ке бөлеміз, яғни солай қойып шықсаңыздар болады. Бұл жұмыртқамыздың орнына бөдене жұмыртқасын қоссаңыздар да бола береді. Менде дүкеннің жұмыртқасы, бөдене жұмыртқасы болса, оны да қосып, бүтінде қойып шықсаңыздар
ол да керемет болып шығады. Ас болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда көптеген рецепттерменен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.